Бәріңе сәлем, менің өмірімдегі оқиға туралы видеолар сендерге жостко өтіп қояды екен. Сол үшін бүгін мен сендерге тағы бір өмірімде болған Джоджоның қызықты оқиғасы туралы видеоны түсірейін деп шештім. В общем, мен сендерге бүгін официант болып қанша ақша тапқаным туралы айтамын. Негізі менің өмірімнің бұл бөлігі сендерге қызық болатындай ештеңе жоқ, себебі любой районның баласы официант болып одан да қызықты историяны айтып бере алады. В основном мен интернеттен ақша табуды жақсы көремін, оны сендер өздерің де білесіңдер. Даже осы видеодан мен ақша тауып отырмын. Сол үшін интернетсіз офлайн ақша тапқан историяларымның арасында еще официанттан бөлек қызықтарды айтамын. Мысалы, мен қалай жұмыс іздегенім жайлы, официанттан бөлек мен қандай жұмыс істегенім жайлы деген сияқты. Бірақ давайте просто видеоның басын созбай, соңында мен сендерге қанша ақша тапқанымды және ол ақшаны қайда құртқанымды айтатын туралы ескертіп кетейін. Ал енді видеоға кеттік, короче. Оқиға қай уақытта басталғанын білмеймін, даже қай жасымда ол жұмысқа тап болғаным есімде жоқ. Бірақ ол кезде мен өзіме компьютерге ақша жинауға тырысып жүрген едім. Еще айта кетейін, мен өзіме нормальный ПК-ны 2017-тен бері армандадым, значит, где-то осы 6 жылдың ішінде болған оқиға. Бірақ точно 2021-ден жоғары болған жоқ. В общем, ол уақыттары мен 18-ге толмаған едім, сондықтан да ол кезде мені алдап кету на изи болды. Google аккаунтты ұрлай алатын баланы қалай алдауға болады дейтіндер болса, соларға жауабым: братишка, шын өмірде бәрі басқаша. Саған PlayStation емес қой бұл. Қысқасы, мені алдап кету неге изи болды десеңдер, Қазақстанның конституциясында вроде пизюктарға жұмыс істеуге болмайды, тек ата-ананың рұқсатымен ғана жұмыс істей аласың деген заң бар. И то барлық жұмыс емес, тек опытты қатты талап етпейтін, еще зарплатасы аз, еще 4 сағаттан артық жұмыс істей алмайсың. Егер де бір жерден қате кетіп жатсам, комментарияда түзеп кетсеңдер болады, мен заңгер емеспін. Қысқасы, соның кесірінен менімен жасты балалар официантқа немесе промоутерге жұмысқа кіретін. Себебі бұл жұмыстар ақшаны күніге бергендіктен, егер де алдап кететін болса, максимум бір күнін ғана жоғалтып аласың и все. Солай мен жұмыс іздей бастадым. Әрине, ол кезде HeadHunter емес, жұмысты OLX-тан ғана іздеуді білетінмін, ал мені жұмысқа кіргізетіндей танысым болмады. Солай түрлі жұмыстарды көрдім, барлығында зарплатасы 100 мың, 120 мың деп тұрды. Ал бұндай ақшалар ол кездегі мен үшін өте жақсы болды. Сондықтан да көп собеседованияға бардым. Маған ешқандай түрі ұнамады, наеб бар екенін сезгендей болдым. Тек жанымдағы кафешкадан объявлениені тапқаннан кейін іздеуді тоқтаттым. В общем, барлығы оңай болды. Оказывается, оларда вообще собеседование деген жоқ екен. Тек жұмысқа келесің, админнің қолы бос болса саған правилалар түсіндіреді да, ары қарай өзің бір күн стажировкадан кейін үйреніп кетесің. Содан где-то обедке қарай жұмысқа келе берсең болады деп айтқаннан кейін жұмысқа бардым. Менің қасымда үйрететін официант болды. Да и кафенің өзінде итак 2 официант қана болып еді, сол үшін олар үшіншісін іздеп жүр екен. Солай мен барғанда бірінші жұмысым столдарды сүртіп шығу болды. Содан ой, изи жұмыс екен ғой деп ойладым да, істей бергенде ең қызық оқиғалар басталды. Кейін сол мені үйретіп жүрген официанттан білгенім, оказывается, сен кафеде официант болсаң, ол күнде тұрақты ақша аласың деген сөз емес. Сол кафедегі клиенттер санына байланысты екен. Еще ол клиентті сен обслуживание жасағаннан кейін әр сатылған тамақтың бірер проценті ғана түседі. Сол үшін ол кафеде норм ақша табу үшін қонақ саған чаевой беру керек. Білгенім, еще сол официанттың ең көп ақша тапқан күнінде максимум 15 мың теңге болған екен. Ал ең аз тапқаны 250 теңге. Содан вывод жасасақ, бір күнде жақсы ақша көтеру үшін сен қонақпен жақсы сөйлесу керексің, сонда ғана саған чаевой береді. Бұл официант жұмысының мен байқаған бірінші минусы. Ал екінші минусы, қонақтың алдында тупить етпеу үшін менюді жаттап алу керек. Осы үшін мен бірінші стажировка күннен кейін шығып кеттім, бірақ барлық заттың плюсы болады, официантта исключение емес. Мысалы, ол жерде сен бір тиын төлемей дәмді тамақ жей аласың. Мен барған кафеде повар ұйғыр ма, өзбек па болғандықтан кешкі асқа бір керемет тіл үйренерлік картошка жеген болатынбыз. Білмеймін не екен, мен ұлтшыл емеспін, просто сол елдің адамдары тамақты жақсы пісіретін сияқты, без рофла. Қысқасын айтқанда, мен осы күні официант болып бастадым да официант болып аяқтадым. Одан кейін ешқашан официант болып жұмысқа кіріп көрмеппін. Болашақта да бұндай жұмысқа кірмеуге максимально тырысамын. Себебі лично маған ондай тұрып жүріп істейтін жұмыстар ұнамайды. Да и ол күні қонақтардың алдында бір-екі рет тупить еткеннен кейін бұл жұмысты істеуге желание қашып кетті. Тағы да айтайын, история прям қызық болған жоқ, себебі мен көбінесе интернеттен ақша табуды ұнатамын. Сол үшін комментарияда официант болып істеген жігіттер, қыздар болса, солардың историясын күтемін. Маған оны оқыған өте қызық, так что жаза беріңдер, ешкім назарсыз қалмайды. Бірақ мені тыңдайтындар все-таки бар болса, мен сендерге официант болып істейтін болсаңдар, тек тойханада ғана істеуге кеңес беремін. Себебі ол жерде хотя бы доход стабильно жүріп тұрады. Тем более тойханаларда официант болсаң, менің ойымша, әрине ол қызығырақ болатын сияқты. Ол жерде өзіңмен қатар коллектив және тоже дәмді тамақтар кафеден қарағанда көбірек. Қысқасын айтқанда кайф. Бұл бірақ тек қана менің ойымша, шындығында қандай болатынын білмейміз. Сол үшін тойханада официант болып істегендердің де историясын міндетті түрде күтеміз. В общем, официант болып мен 500 теңге ғана таптым. Бұл ақшаны үй маған бір күн стажировкаға ғана берді. Получается, мен күні бойы бір энергетикқа ғана жұмыс істедім. Бірақ оған да шүкір, самый главный, бұл күн маған осы видеоны түсіруге себеп болды. Ал енді видеоны соңына дейін көргенің үшін рахмет. Әрине видео қысқа болды, бірақ бар историям осы. Осымен видео аяқталды. Давайте, короче.